Ассалаумағалейкум. Көздің құрты болған дүние артынан кімді жүгіртпеген. Соған мысал болатын мына бір әңгімені айтып берейін. Баяғыда аң құстардың тілін білетін бір қария жолаушылап келе жатып, аспандағы торғайға жерде тұзақ құрып отырған баланы көреді. Торғай оған: 60 жасар торғаймын, тұзағыңа қонбаймын, 6 жасар баласың, мені қалай аласың деп күледі. Мұны естіген қария балаға жақындап: ай балам, босқа әуре болып жатсың ау, мына тұзағыңа торғай қонбайды, одан да балалармен ойыныңды ойнай бермейсің бе деді. Оған бала: ата, сабыр түбі сары алтын деген, Құдай қаласа торғай қайда барады дейсіз, әйтеуір бір түсер, күте берем дейді жайбырақат қана. Қария өтіп өз жөнімен кетіп қалады. Әлден уақытта қайтып келе жатып, жолда баланың торғайды ұстап ойнап отырғанын көріп, таң қалған қария баладан мына жағдайдың қалай болғанын сұрайды. Сонда бала Алланың қалауымен күн күркіреп жаңбыр жауа бастады. Торғай жаңбырдан паналаймын деп мына бір ағашқа барып қонды. Сол кезде ағашқа найзағай түседі де, содан шошынған торғай топ етіп тұзағыма құлады дейді. Міне қызым, қария баладан торғайды сұрап алады. Бұлай шыға торғай: қария, мені босатып жөніме жібер, мен саған бағалы 3 өсиет айтамын деді. Мына ұсынысқа қуанып кеткен қария торғайды босатады. Торғай: көзіңмен көрмеген нәрсеге сенбе, жетпесті қума, өткенге өкінбе дейді де, арырай ұшып барып қонып: ай ақымақ шалай, менің қанатымның астында асықтай алтын бар еді, енді сен сол алтыннан айырылып қалдың ғой деп күледі. Мұны естіген қария торғайға тұра ұмтылады. Торғай көп ұзамай ақсай ұшып қарияны әбден болдырады. Асықтай алтынды қолға түсіргісі келіп, дүниеге деген махаббаты оянып кеткен қария барын салады. Амал не? Арам тер болып, сілесі қатқан байғұс өкпесі өшіп, әбден әлі бітіп бір жерге отыра кетеді. Оған жақындап келген торғай: менің айтқан 3 ақылымды тыңдағаныңды қайтейін, естігеніңе амал жасай алмайтын байғұс екенсің. Мен саған көзіңмен көрмей сенбе деп едім, сен көзіңмен көрмеген, құлақпен ғана естіген алтын үшін өліп қала жаздадың. Өзім асықтай ғана құс болсам, қанатымның астына асықтай алтын қалай сияды деп ойладың. Екінші өсиетім: жетпесті қума десем тыңдамайсың. Дүние жеткізбейді қуғанменен, заты арам тазармайды жуғанменен. Жігіттің бәрі бірдей бей болмайды, көтеріп көкіректі ұрғанменен дейді қазақтың қара өлеңінде. Адамдардың көбі жете алмайтын дүниенің соңында осылай салпақтап жүр. Дүниеде қанаты бар құс секілді, ешқашан жеткізбейді. Ал адамдар оны тастап кетуге қимай, қуа береді. Енді міне өкініп отырсың. Өткенге өкінбе дегенді де тыңдамадың деп торғай жөніне ұшып кетіпті. Әрбір нәрсенің Алланың қалауымен болатынын білген, Аллаға иман келтірген мұсылман баласы егер онда деп бармағын тістеп отырмайды ағайын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Осындай ғибратты әңгімелерден ой түйеді деген сенімдемін. Аман болыңыздар.